Түрі простой болып көрінгенмен дәмі өте ерекше, сондай дәмді банановый пирог дайындаймыз. Бірнеше жылдан бері қолданылып келе жатқан тексерілген хит рецепттерімнің бірі. Сондай жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Алдымен каналыма тіркеліп алыңыз. Пирогымызды дайындауға кірісейік. Осындай сапалы сары майды микроволновкада ерітіп аламыз. Таза ыдысымызға жұмыртқаларды салып аламыз. Содан кейін қантты қосамыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырамыз. Массамыз аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлейміз. Үстінен еріген сары майымызды құямыз. Содан кейін миксердің ең төменгі жылдамдығында бір рет миксерлеп аламыз. Енді банандарымызды тазалап аламыз. Бананды піскен, сарғайған түрін алуға кеңес беремін. Сонда пирогтарыңыз дәмді болады. Бананның көлеміне қарай 2 немесе 3 банан қолдансаңыз болады. Мен бүгін 2 банан қолдандым, көлемі үлкенірек болғандықтан. Бананның сыртын тазалап, осылай ыдысымызға салып аламыз. Бананды осылай толықтай езіп аламыз. Содан кейін осы дайын болған банандардың үстіне бағана миксерлеген массамызды қосамыз. Пирогқа сонымен қоса корица және грек жаңғағын үгітіп қоссаңыз да болады. Біздің үйде балалар ұнатпайтындықтан мен бүгін қоспадым, бірақ видеоның астына жазып қалдырам. Миксердің төменгі жылдамдығында тағы бір рет миксерлеп аламыз. Ұзақ миксерлемейміз. Енді кезекте ас содасы, қамыр қопсытқышы және тұз қосамыз. Тұзды жұмыртқа мен қантты миксерлеген кезде қосып жіберсеңіз де болады. Содан кейін електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Қамырымызды басып алмай, лопаткамен осылай жайлап араластырамыз. Массаны астынан үстіне қарай араластырамыз, сонда қамырымыз басылмайды. Бүгін мен осындай қозғалмалы формада пісіретін боламын. Астын 2 қабат фольгамен жаптым. Содан кейін дайын болған массамызды құямыз. Лопаткамен осылай қатты басып алмай, тегістеп жібереміз. Содан кейін алдын ала қызып тұрған пешімізге салып пісіреміз. Пирогтың пісіп-піспегенін осы шпажка арқылы тексереміз. Шпажка егер құрғақ болып шықса, онда пирог пісті, яғни дайын деген сөз. Пирог пісіп, дайын болғаннан кейін суғасын барып, осылай пышақпен жан-жағын бір жүргізіп аламыз. Сонда формадан оңай алынады. Міне осымен банановый пирог дайын. Ыстықта жесеңіз де, салқындатып жесеңіз де өте дәмді. Дастарханға ұсынар алдында үстінен сахарная пудра сеуіп, немесе бананды турап қойып, әдемілесеңіз болады. Пирогты бірден сіздерге кесіп көрсетейін дедім. Міне осындай жұп-жұмсақ, сондай дәмді болады. Бір жасағаннан шығатын пирогтардың бірі ешқандай бір техниканы, қандай да бір ретті қажет етпейді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалай шыққанын комментарий бөлімінде жазып қалдырсаңыздар болады. Күтемін.